Бүгін біз бұл видеода Рамазан айында ұстаған оразамыздың біздің ағзамызға қалай әсер ететіні жайлы айтатын боламыз. Ораза айында 30 күн бойы таң атқаннан күн батқанға дейін еш нәрсе жемей ашығудың адам ағзасына тигізетін керемет пайдасы бар. Ең бірінші оразаның адам ағзасына тигізетін керемет пайдасы ол ораза ұстаған кезде аутофагия процесінің артуы. Аутофагия дегеніміз адам ағзасындағы ескі, зақымдалған немесе мүлдем жұмыс істемей тұрған клеткаларды жою қабілеті. Ондай клеткалар жұмыс жасамайды да, адам ағзасынан өздігінен жойылмайды да, ағзада жылдар бойы тұра беріп, кейін раковый клеткаларға айналып кетуі мүмкін. Міне, оразада ашығу кезінде дәл осындай құртылған клеткалар жойылады. Соның салдарынан өте қауіпті рак аурулары немесе басқа да созылмалы аурулардың пайда болуының алдын алады. Сонымен қатар клеткаларымыз жаңарған кезде біздің бетіміздегі терімізге де оң әсері болады. Яғни бет терісіне әжімдер түспей, ерте қартаю процесінің алдын алады. Келесі 30 күн бойы ашығу адам ағзасында макрофаг өндірісін арттырады. Макрофаг бұл үлкен клетка болып табылады. Ол бактерияларды, вирустарды және де басқа да микробтармен қоректеніп, оларды жойып отырады. Ол тек денедегі мусорлардан тазартып қана қоймай, адам ағзасына төнетін вирустар мен микробтарға қарсы тұра алатын бірден бір адам ағзасын құтқарушысы болып табылады. Неғұрлым макрофаг өндірісі артқан сайын, соғұрлым біздің иммунитетіміз де мықты болады. Келесі оразаның пайдасы ораза ұстаған адамның ағзасында микробиоманың көбеюі. Микробиома дегеніміз не? Микробиома ол адам ағзасына пайдалы, жақсы пайдалы микробтар. Иммунитеттің көп бөлігі, яғни 70% адамның асқазаны мен тоқ ішегінде орналасқан. Микробиома дегеніміз дәл осы, яғни адамның асқазаны мен тоқ ішегінде орналасқан иммунитеттер. Олар адам ағзасына керемет қолдау көрсетеді. Олсыз адам ағзасының әр түрлі вирустарға төтеп беру мүмкіндігі күрт төмендейді. Сонымен қатар ораза кезінде артық салмақтан арылуға болады. Бірақ бұл әр адамға әртүрлі әсер етуі мүмкін. Мысалы, кейбір адамдар ауыз бектерде, ауыз ашарда жоғары углеводты, адам ағзасына ешқандай пайдасын әкелмейтін қанты көп тағамдар және бургер, донер сияқты фастфуд тағамдарын ғана жесе, және таза судың орнына тек қана тәтті газдалған сусындар ғана ішетін болса, онда артық салмақтан құтыламын деп ойламаңыз. Сонымен қатар ораза ұстай отырып, тек қана осындай зиянды тамақтармен тұтынатын болсаңыз, онда сіздің ағзаңызға оразаның зиянынан басқа түк те пайдасы болмайды. Сондықтан да ораза кезінде жейтін тамақтарға аса мұқият болу керек. Келесі оразаның пайдасы ораза ұстаған кезде адамның көптеген органдары демалады. Атап айтатын болсақ, асқазан, ішек жолдары, бауыр, бүйрек, өт, ұйқы безі, жүрек. Міне осы мүшелерімізге басқа уақытта үнемі тоқтаусыз нагрузка түсіп тұрады да, олардың қайта қалпына келуіне мүмкіндік болмайды. Осылайша жылына бір рет ораза ұстау арқылы сол органдарымызды демалдырып, қайта келуіне мүмкіндік берсек, сол органдарымыз бізге рахмет айтатын болады. Яғни біздің ағзамыз тұтастай толық бізге ұзақ жылдар бойы еш ауырмай қызмет ететін болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, ораза кезіндегі ашығудың басты артықшылығы адам ағзасында жылдар бойы жиналып қала беретін микробтардан, қоқыстардан құтылу. Осылайша ораза ұстаған кезде біздің иммунитетімізге өте мықты қолдау болып, соның арқасында біздің ағзамыз көптеген ауруларға төтеп бере алатын болады. Жоғарыда айтылған оразаның керемет пайдасы болғанымен, оны ұстауға болмайтын жағдайлар бар. Олар уже адамда қандай да бір аурудың өршіп тұрған кезінде, мысалы, рак ауруымен ауыратын адамдар, қант диабетінің кейбір түрімен ауыратын адамдар, туберкулез, астма сияқты аурулармен ауыратын адамдарға кеңес берілмейді. Сондықтан басқа денсаулығы бір қалыпты адамдар ағзамызды осындай созылмалы ауруларға жеткізбей, жылына бір рет ораза ұстау арқылы өзімізге қызмет жасап келе жатқан ағзамыздағы клеткаларымызға, органдарымызға
қолдау көрсетіп, неше түрлі аурудың алдын алып, ауырмай ұзақ өмір сүрейік. Берілген ақпарат сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, басқа да достарыңызға видеоның ссылкасын жіберіп, ақпаратпен бөлісіңіздер.